Қайырлы кеш оқырман. Айгүлдің X жұбы эфирге қатысушы болып отыратынын көрдік. Айгүлдің көз қарасы қалай болып жатыр екен? Кездесу Шерханмен біткен көрінеді. Енді қайта X жұбымен қосыла ма? Көп көрермендер болса Ботаны Асылжанға үміткер ретінде күтеді екен. Асылжанға болса 25-тен аспаған, ажырасқан болса да болады деген. Ал Асылжанның өз жауабын естейік. Ақбота екеумізді бүйтіп қоса бердім, дымға айтады. Жоқ, Ақбота өз өмірін сүріп жатқан адам. Сіздер оны келіп маған бүйтіп не істеп жатсыздар, ол дұрыс емес қой. Маған эфирге қосылайыққа қатысы бар кісілер жалпы келген дұрыс көрмеймін мен өзім жалпы. Мен Айгүлдің ақшасын ойнаған жоқпын ғой, Біржан. Сен Біржан, брат, негізі ойын қате ше. Мен Айгүлдің ақшасына никогда ойнаған жігіт емеспін. Мен ойнасам өз ақшам ойнаған балам. И некоторые еркектер ұқсап, істеген қателігін мойындамай, шифроваться етіп, қашып, өтіп жүрген адам емеспін. Конкретно мен өз ақшам ойнағам. Ұтылсам мен өз ақшам ұтылып қалғам. Қазір 1 жарым жыл болды, Аллаға шүкір. Ол тараптан жалпы азарттан біржолата қол түсіп кеткенімізге Құдайға шүкір. Айгүл той болған жоқ. Бұрынға еліне соң қосылсын. Жоқ қой оны. Бар болса, ойын бар болса, мен ер азамат ретінде бар деп айтатынмын. Жоқ, ешқандай ойда жоқ. Махаббат барға бар, жоққа жоқ. Эфирде Айгүл маған зачем? Мен мысалы білмей реті келеді, әңгіменің расын айтатын адамынша. Атагон тістеуде, басқа қытығылауда мен ойымда жоқ негізі. Ажырасқан баласы бар. Қалайсыз ба деді. Келіңіз, ол балада тұрған ештеңе жоқ қой. Балалардың ешқандай қатысы жоқ әке-шешесінің ажырасып кетуіне. Ер азаматтан негізі 90% ер азаматтан болады қателік. О дүниеге барған кезде де біз жауап береміз сол үшін. Айгүл екеуміз ұрысқан жоқпыз. Осы екіге кеткеніміз дұрыс болу керек болдық, екіге бөлініп кеттік болды. Атагон ұрысып, бет жырысып, төбелесіп, айқайласып, онда ештеңе болған жоқ. Солай, сіздің ойларыңыз қалай? Қайта сезімдер ояна ма, әлде жаңа бақыт таба ма? Әлде Бота үміткер болып келе ме?